Баршаңызға сәлем. Бүгін біз алмұрттан дәмді сироп дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен алмұрттарымызды жақсылап жуып аламыз және әрине банкілерімізді стерилдеп қақпақтарымызды қайнатып аламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны ұмытпай басып кетіңіздер. Сол кезде сіздер ең бірінші болып салып отыратын видеоларымды көретін боласыздар. Жіберіп алмаңыздар. Тазаланып жуылған банкілерімізге біз алмұрттарымызды орналастырамыз. 2 литрлік банкіге бүтіндей салдым, ал 1 литрлік банкіге ортасынан кесіп салдым. Менде бас аяғы 1,5 килограмм алмұрт. Осылай дайындасаңыздар, қыстыгүні ашып ішсеңіздер, өте дәмді және алмұртты былай да жеуге болады, немесе неше түрлі дәмді пирогтардың арасына салуға болады. Осындай тәсілмен дайындалған алмұртты балаларда сүйсініп жейді. Банкілерімізге орналастырып болғаннан кейін қайнап тұрған ыстық суымызды үстіне құямыз. Бетіне қақпағын жауып 15 минутқа қоя тұрамыз. Алмұрттан сироп немесе компот дайындаған кезде алмұрттың қатты сортын таңдаған дұрыс. Сіздер де осы тәсілмен дайындап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. 15 минуттай ыстық суда тұрғаннан кейін банкідегі суларымызды кастрөлімізге құйып, үстіне шекерімізді салып, қайтадан қайнатамыз. Сол қайнап тұрған суымызды, яғни шырынды суымызды банкілерімізге қайтадан құйып, банкілерімізді қақпақпен бекітіп, жауып аламыз. Мен 1 стакан, яғни 250 грамм шекер салдым. Мінекей осылай қайнатып аламыз. Өте оңай және тез дайындалатын әдістердің бірі. Татымына қарай үстіне лимон қышқылын қоссаңыздар болады. Мен 2 литрлікке жарты шай қасық лимон қышқылы, ал 1 литрлікке одан да аздау лимон қышқылын салдым. Үстіне сиробымызды құямыз. Қақпағын жауып, банкілерімізді жауып аламыз. Ұнаса лайк басып кетіңіздер және пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Алда тағы да талай видеолар салатын боламын. Сол үшін каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сіздер де осы тәсілмен дайындап көріңіздер. Мінекей біздің компотымыз дайын болды. Ас болсын.